Бұл бейнежазбада мекеменің жеке кабинетін тіркеу жолын қарастырамыз. Алдымен платформаның сайтына кіріп, тіркелу батырмасын басу қажет. Ашылған бетте қызмет көрсетушіні таңдаймыз. Директордың ЖС-ін тереміз. Содан кейін екі жерден құс белгісін қойып, әрі қарай батырмасын басамыз. Келесі қадамда бізге директордың ұялы телефон нөмірін растау қажет. Телефон нөмірі дұрыс болса, растау батырмасын басамыз. Қате болса, бұл нөмір дұрыс емес батырмасын басамыз. Содан кейін сізге 1414 нөмірінен жеке деректерге қол жеткізу үшін SMS хабарлама келеді. Сол SMS хабарламаға 511 деп жауап беру қажет. Жауап бергеннен кейін әрі қарай батырмасы қолжетімді болған кезде сол батырманы басып, келесі қадамға өтеміз. Келесі қадамда бізге ұйымның түрін таңдау қажет. Сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, жеке тұлға ЖК таңдайсыз. Заңды тұлға болсаңыз, ТО болсаңыз, заңды тұлға таңдайсыз. Ары қарай жіберу батырмасын басасыз. Сізге директордың жеке деректері көрсетіледі. Келесі батырмасын басамыз. Келесі қадамда бізге мекеменің атауын қазақша және орысша теру қажет. Жіберу батырмасын басамыз. Ары қарай бізге байланыс ұялы телефон нөмірін теріп, имейлді теріп, содан кейін облыс таңдау қажет, аудан және елді мекен таңдаймыз. Көшенің және үйдің нөмірін жазамыз. Жіберу батырмасын басамыз. Соңғы қадам бізге құпия сөз енгізу қажет. Құпия сөзді ойлап тауып және қайталаймыз. Сақтау батырмасын басамыз. Аккаунт сәтті құрылды.